Кішкентай кезімде дос баламның қорада қойды беріп жатқанын көріп қалдым. Ежидана сен кім айтасың? Дос баланы көрген ғой. Дос баламның қойды. Дұрыс оқып жатсың ба сен? Қызды шығар ма? Жоқ, қойды. Может, қойды типа поставил? Жай, періп. Давай уточнить қойық, тезсіз оқып кетші. Дос балам жалынып айтпа деді. Көрсетіп оқысайын. Дос балам жалынып айтпа деді, конечно. Бүкіл Қазақстанға айтып отырсыз. Мен бұл секретті сол жерде көміп тастадым. Бүгін қазып алдым десе. Енді 13 жыл өтті. Оппана, кино ғой кәдімгідей. 1 жыл бұрын менің атымнан 2 миллион кредит алып қадап кетті. Сосын мен оны беріп кеттім. Телефон өшірулі, жауап бермейді. Атын айтпаймын. Бірақ досым, бұны көріп жатсаң, сен оны сездің. Қарызымды срочно... Қойды бергендер ше. Проверя. Қарызымды срочно қайтармасаң, келесі выпуста атында айтам. Еше ол аңсағанның оқырманы. Ал енді сұрақ. Менің аудиториям қандай? Ё-моё! Мен қойдың етін жеп жатқанмын, уже фейсбуктерге жатыр. Кеше ғана қойдың бешбармағын жегем.